Бәріңе сәлем, математика 2 сынып 96 сабақтың есептерін шығарып көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өрнектер және теңдеулер. Сурет бойынша теңдіктерді және теңсіздіктерді құрастыр. Жақсы. Біріншісінде қараңыздар. Біріншісінде мына жерде 2 қой тұр, иә? Былай жазсақ болады. 2 қосу 2, ал мына жерде жылқылар тұр, иә? 3 қоңыр, 2 қара жылқы. Сонымен мұнда 4, мұнда 5 шықты. Қайсысы үлкен? Оң жағы үлкен. Бұл бізде біріншіге келіп тұр. 2 қосу 2 және 3 қосу 2 деп жазсақ болады. 2 қосу 2, 3 қосу 2. Келесісі тағы да оң жағы үлкен болу керек. Мысалға, мына жерде тюльпан дейді ғой, соның сары, розовый түстері бар. 4-тен азайтамын 3-ті, ал мұнда 5-тен азайтамын 3-ті. Мұнда 1, мұнда 2 болады. Оң жағы үлкен. Сонда мұнда жазамын 4 азайтамын 3, 5 азайтамын 3. Келесі теңдей болу керек. Теңдей болу үшін қосқан кезде теңдей болу керек. Так, Так, мына жерде 4 лаққа 4 түлпанды қоссақ 8 болады, иә? 4 қосу 4 бізде 8 болады. Ал мына жерде 3 қызыл гүлге 5 сарыны гүл қоссақ 8 болады. 3 қосам 5 тең 8 тең 8. Мына жерде 3 жылқыдан 2 жылқыны азайтайық. 3 жылқы азайтам 2 жылқы, 1 жылқы болады. Ал мына жерде 4 сары гүлден мынадан розовый 3 гүлді алып тастаймыз, сонда 1 шығады. 1 тең 1. Так, 4 азайтам 3. Тең болады. Келесі бізде есебіміз. Әріпті өрнектерді жаз. А тең 20 болғандағы қосындының мәні тап дейді. Әріпті өрнектер 20 қосу А және екіншісі А қосу 50, үшіншісі 40 қосу А. 20 қосу Аның орнына 20-ны қойсам 40 шығады. Аның орнына 20-ны қоямын, 50-ді қоямын. 70 шығады. 40 қосамын 20 тең 60 шығады. Келесі есеп теңдеуді шеш дейді және есептерді шығар. Жақсы, номер 3-ші есеп. 20 қосамын x тең 60. Бұл жерде x-ті табу үшін мен 60-тан 20-ны азайтам. X тең болады 40. Тексерем. 20 қосам 40 тең 60. 60 тең 60. Келесі 80 азайту x тең 30. X-ті табу үшін 80-нен 30-ті азайтам. X тең 50. Тексерем. 80 азайту 50 тең 30. Теңдіктің сол жағында 30, оң жағында 30. Есебіміз шықты. Келесі есеп. 4-ші есеп, номер 4. Сырым бір сан ойлады. Оны 40-қа кеміткенде 60 сан шықты. Сырым қандай санды ойлады? Өзің осыған ұқсас есеп құрастыр. Былай баста мен бір сан ойладым. Сырым бір сан ойлады. Оны 40-қа кеміткенде 60 сан шықты. Осындай теңдеу құрастырдық. Осы жерде x-ті табу үшін 60-қа 40-ты қосам. X тең 100 болады. Тексерем. 100 азайтам 40 тең 60. Теңдіктің сол жағында 60, оң жағында да 60. Енді өзіміз есеп құрастырамыз. Мен бір сан ойладым. Оны 50-ге кеміткенде 80 шықты. Мен қандай сан ойладым? Шешуі. X азайту 50,
тең болады 80. X-ті табу үшін 80-ге кеміткенде 80 емес 30 шықсын. 30 шықсын, е? 30. Сонда X тең 30 қосамын 50. X тең 80. Тексерім 80 азайту 50 тең 30. 30 тең 30. Келесі есеп. Балалар балық аулауға барды. Сырымның қармағы Дәулеттікіне қарағанда ұзын, бірақ Нұрландікінен қарағанда қысқа. Қармақтары кесінділерімен белгіленген, кімнің қармағы ең ұзын? Так, Сырымның қармағы Дәулеттікіне қарағанда ұзын, бірақ Нұрландікінен қарағанда қысқа. Мынау Нұрландікі, мынау жасыл Дәулеттікі, және мынау Сырымдікі. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.